Сәлем достар, бүгін сіздермен қазақ тілі мен ағылшын тіліндегі дыбысталу ұқсас сөздермен таныс боламыз, алайда ағылшын тілінен аударғанда олардың мағынасы өзгеше. Маскара қазақ тіліндегі біздегі масқара сөзіне ұқсайды, алайда оның аудармасы бізде қыздардың қолданатын туш. Келесі бізде магазин, дүкен, біздегі магазин сөзіне ұқсас, алайда оның аудармасы журнал. Келесі сөз бізде ноутбук. Ноутбук емес, ағылшын тілінен аударғанда ол жай ғана блокнот деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз бізде ай деген кезде, әрине қазақ тілінде аспандағы айды елестетеміз, алайда ол ағылшын тілінен аударған кезде біздің көзіміз, ай, көз. Келесі май бізде жейтін май болады, сұйық май болады, алайда ағылшын тілінен аударғанда май десек, ол менің деген мағынада аударылады. Келесі бізде ит десек, қазақша біздегі жай ғана үй жануары, ит көзімізге келеді. Алайда ағылшын тілінен аударған кезде ит жеу деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз сан деген кезде сандар елестесе, қазақ тілінде сан. Алайда ағылшын тілінен аударсақ, ол біздегі аспандағы күнді айтамыз. Сау болыңыздар достар, сіздер тағы да қандай сөздерді білесіздер, төменге жаза кетіңіз.